сырты қандай қытырлап тұр. Почти бір адамға көп болады. Ойлап қарашы, 2 жұмыртқадан сен қандай тамақ дайындайсың? Қазір необычный завтрак жасаймыз. Таңертеңге асқа не дайындайын деп идея бітіп жатқан шығар, я? Саған осы видео как раз. Как всегда, 2 жұмыртқа. Лаваш. Бутербродный қолдың шұжығы. Помидор. И сыр керек болады. Сырды аямаймыз. Именно күшті сыр алыңыздар. Созылатын бар ғой. Неке, омлетіміз дайын. Колбасамызды саламыз. Неке, помидорымызды саламыз. И от души сырымызды саламыз. Бұл дейтін жасқа да, кәріге де, балаға да ұнайтын керемет завтрак болады. Қыздар, колбасаны, дүкеннің колбасасын пайдаланбаймыз. Балаға беруге болмайды дүкеннің колбасасын. Все болды. Осылай 2 жағынан қызартамыз.